Профессор Роберт Кензи дәреті бар мұсылмандардан нұр таралуын анықтады. Швециялық 63 жастағы профессор ғалым Роберт Кензи термал камерасының көмегімен дәреті бар мұсылмандардың денесінен таралған жылулық пен нұрларды суретке алып, ғажап бір жаңалыққа қол жеткізу мақсатында тәжірибе өткізеді. Тәжірибе барысында дәреті бар мұсылмандарды орап тұрған нұрлы сызықтарды көргеннен кейін мұсылмандар жер жүзінде өмір сүретін ең таза әрі ұқыпты адамдар екендігі анықталады. Сол нұрлы сызықтар 7 қабат болып, біріншісі қызыл нұрлы сызық. Қызыл нұрлы сызық адамды орап тұрса, адамды қауіпсіз сезімі әрі рахатпен қамтиды екен. Профессор Роберт Кензи сол зерттеуінде Европадан 50 мың адамды термал камерадан өткізеді. 50 мың адамдағы нұр мен жылулықты өлшейді. Негізі бұл термал камера адамдағы ауруды анықтау мақсатында ойлап табылған болатын. Бірақ тәжірибе нәтижесі профессорды қатты ойлануға мәжбүрледі. Зерттеу жүргізу барысында 50 мың адамның ешқайсында сол нұрлы сызықтар тегіс әрі бірдей көрінбейді. Роберт Кензи термал камераның дұрыс істеп жатқанына күмәндана бастайды. Бірақ камераға түскен нигериялық бір науқас саудагерді тексерген соң, ол бұл райынан қайтады. Нигериялық саудагердің нұрлы сызықтар тегіс әрі бірдей таралады. Роберт Кензи бірден бұл жағдайды анықтау мақсатында нигериялық бизнесменмен әңгімелеседі. Профессор таңырқап тұрған кезде нигериялық саудагер профессор Робертқа ешқашан дәретсіз жүрмейтіндігін және дәрет мүминнің қалқаны деп айтылған дейді. Содан кейін Роберт Кензи бұл жағдайды жеке өзі тексеру үшін білгенше дәрет алады. Нәтиже 100% емес еді. Сол кез ол басқа бір мұсылманнан дұрыс дәрет алу ережесіне үйреніп, 100% нәтижеге қол жеткізеді. Яғни Роберттің барлық нұрлы сызықтары бір тегіс әрі бірдей болады. Ол тағы 37 адамға зерттеу жүргізеді. Әрбір зерттеуден кейін нұрлы сызықтар бір тегіс әрі бірдей шығады. 37 адамның ешбірі мұсылман емес еді. Осы зерттеулерден соң Роберт Кензи ислам дінін қабылдайды. 67 жасында Құран кәрімді жаттап қари болады. Ойлап тапқан аспабын иман өлшейтін құрылғы деп атайды. Сол зерттеуден кейін барлық науқастарды тыныштандыру үшін дәрінің орнына дәреттің диагноз қағазына жазып беретін болды. Әбу Хурайра радиаллаху анхуден жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: шындығында қиямет күні менің үмбетім шақырылғанда олардың маңдайында, қолдарында және аяқтарында дәрет алғаннан қалған нұрлы із болады. Осы белгіге кім ие болғысы келсе дәрет алсын деді. Бесеуінен тек Абу Дауд риуаят етпеген. Я Алла, бізді мұсылман етіп жаратқаның үшін өзіңе сансыз шүкірлер болсын.